Қайырлы күн достар, менің атым Азиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте нәзік балғын балды медовый тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің арнама тіркеліп алыңыздар. Әр апта сайын жаңа рецепттер шығып отырады. Ең алдымен отымызды жай отта ыдысымызды қойып, оның үстіне балымызды құямыз. 80 грамм балды құйып, осылай араластырамыз. Бізде ондай қатты ысып, кішкене балымыз еруі керек. Содан кейін оның үстіне ас содасын саламыз. Біз ас содасын салған кезде осындай бізде реакция пайда болады. Жақсылап тұрып, араластырып жібереміз. Содан кейін оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, толық ерігенше жай отта осылай араластырып отырамыз. Міне бізде дайын. Енді осыны отымызды сөндіріп, біз толықтай суытуға қойып қоямыз. Енді біз 3 дана жұмыртқамызды жарып алып, оның үстіне қантымызды қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Осылай ақ көбік пайда болғаннан кейін, оның үстіне суыған жаңағы балымызды қоса отырып, араластырамыз, бөліп қосамыз, миксерімізді айырмаймыз, толықтай барлығын қосып аламыз. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп, бөлікке бөліп, осылай миксердің көмегімен араластырып отыратын боламыз. Ұныңызды бірден салып жүрмеңіз, аз-аздан осылай салып, миксерлеп алатын боламыз. Бізде осындай біркелкі масса шықты. Енді осы массамызды біз пергамент қағазына жабып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен немесе мен сияқты лопатканың көмегімен жабып шығуға болады. Мен бірден 2 пергамент қағазына бөліп 2 бөлікке осындай дайындап алдым. Енді осы бөліктерімізді, корждарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште осылай қызартып 5-7 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Біздің корждар дайын. Корждардың шеткі бөліктерін осылай кесіп аламыз. Ол қазір біздің бетін әсемдеуге керек. Оны блендердің көмегімен езіп аламыз, немесе тағы да пешке салып, шеткі бөліктерін тағы да пісіріп, оны оқтаудың көмегімен езіп алуға да болады. Осылай корждарды 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін ортаңғы бөлігінен тағы да кесіп 4 бөлік қылып шығаратын боламыз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Ал енді оны шеткі бөліктерін осындай блендердің көмегімен осылай езіп алуға болады. Енді бетіне кремін жағамыз. Мен заварной кремді қолдандым. Егер сіздер де заварной крем қолдансаңыз, алдымен заварной кремді дайындап алыңыз. Сол кезде сіз тортыңызды пісірген кезде заварной креміңіз дайын тұратын болады. Мен осылай барлығын бөліктердің бетіне жағып, заварной креммен дайындап алдым. Енді осылай бетіне жан-жағына жаңағы үгітіп алған осындай біздің крошкаларымызды жағып шығамыз. Содан кейін біздің тортымыз дайын болды. Енді осы тортымызды кішкене холодильникке салып алуға болады, немесе бірден қолдана беруге болады. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай бізде пешке пісіріп алған кезде тез дайындалады, және де кешкі шайға өте керемет. Сіздерге ас болсын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің видеомда әр апта сайын жаңа рецептер салынып отырады. Түрлі тәттілер, және де түрлі кешкі астар, және тез дайындалатын тағамдардың түрлері болатын болады. Қош сау болыңыздар.